індетпен арпалысып, абай бабамызды құрметтеудің барлық жолдарын қарастырып жатырмыз. Соның біреу сол Атырауда өткен қалың елім қазағым дейтін айтыстың бірінші орнын жеңіп алған дүлдүл ақынымыз Еркебұлан Қайназар ортада. Еркебұланмен айтысатын аяулы қарындастарымыздың арасынан алтын домбыраны жеңіп алған жалғыз ақын Жансая Мусина, Орал, Батыс Қазақстан. Бісміллә, не көрсем де көппен көрдім, мен бүгін бір ерекше леппен келдім. Ассалаумағалейкум азат қазақ, сәлемді сүндет қылып сертпен бердім. Уағалейкум әссәлам дегеніңді бүлкілінен байқадық бет бердеңнің. Құдыретін өлеңнің көрсетейін, жұмыр еті соққанда от кеудемнің. Ей, біз кешегі түркінің ұрпақ едік, асып өткен талайын өткелдердің. Сүйіншілеп бастайын өлеңімді, дәл бұлай шалқымап ет көптен көңілім. Орта Азиядағы ең биік ғимаратқа Қазақстан деп атақ шекпен бердім. Бүгінгі ұрпақтары бармысыңдар, аспанның астын билеп өткендердің. Мұнар бұлтты қақ жарып мұнарасы, арасын қосып жатқан көкпен жердің айы. Ал тілім абыздардың айтақылын, сабамның сарқылған шау шайқа түбін. Азат тәуелсіздік тәуелсіз боп Астана салдырып ек, көрсетіп азаттықтың ой татымын. 77 қабатты үй салдырдық, шетелдің демеуші етіп шейх әкімін. Ол енді Қазақстан боп аталмақ, осы ғой бізге мақтан байтақ ұғым. Әр нәрсенің қайыры бар дегенді, қараңдар мынау істің байқатуын. Кешегі Құнанбайдың шежіресін аталар аңыз етіп айтатұғын. Қажылыққа барғанда сол бабамыз, далада қалмасын деп кейпақырым. Қаржысына қонақ үй салдырып, тау Сахараның гүлдетіп айтақырын. Жарықтықтар сол кезде-ақ білген шығар, алашым көтергенде қайтатуын. Арапқа салып берген тәкиясы, қазаққа тауда үй боп қайтатынын айы. Қыз болып әппақ көйлек кие білген, бармысың байдың қызы түйе мінген. Ей, көшпендінің ұрпағы болғасын ба, түйе мінген қыздарды сүйемін мен. Өзі де кетер емес күліп қояд, айналдым бадана көз шиерінен. Ей, бұл айтыс екеумізді көп қосты ғой, сылтау қып жеребеге сүйенумен. Бұрын сені түсімде көруші едім, көретін болдым қазір жиөңімнен. Айтыс сайын жақындап жарты қарыс, ескейтін тұсқа кепсің иегіңнен. Жансаям жалғыз жортып жүрген соң ба, осындай бір бақытқа иемін мен. Ей, тұрмыста болғанында кім біледі, қаудырап сүйек қалмай сүйегімнен. Ұл бикемен айтысқан күдердей, күндай қай естірмедік күйеуіңнен айы. Мені көріп боласың, ей, сен енді шат. Сені көріп боп тұрмын, мен енді шат. Ай, сенімен айқасқалы біраз болды, көңілден басқа бәрі көнергі шақ. Ойпырмай содан бері не көрмедім,
қойның мен қонышыңа өлеңді сап. Қыздың 40 айласы болады дейді, деталін байқап қалам сенен дүсақ. Кейде келіншегімді еркелейсің, кейде ұрсып тастайсың енем құсап. Кей кезде сәмбі талдай иелесің, кейде сынбай қоясың емен құсап. Кейде артымнан қуасың қамшы үйіріп, кейде жорғаң алдымда жөнелгі шақ. Кейде тіпті маңыңа жол атпайсың, кейде өзің ашасың жедел құшақ. Бүгін тағы не пәле көрсетпексің, құрысын отырайын мен енді сақ. Не де болса бай қызын жанай келдім, көк шолағын тебінгенген құсабай. Осы жерден қайырыңыз. Үйленіп кеткеннен соң мәхаббатқа мас болмай өтіріктен айығыңыз. Түсімде көрем дейсің жан саяны, шалықтап отыр біраз шайырымыз. Байқамай ұйқы сұрап атымды айтып ашылып қап жүрмесін айыбыңыз. Жұлқылап оятқанда сасқалақтап бөлініп кетпес екен кәйібіңіз. Ұлбеке ақын қыздың жайын айтып жасалды онан кейін пайымыңыз. Күнді айқай естірем деп күйеуіңнен жағаға қарай қашты қайығыңыз. Бай тоқтай жарымыз жоқ бас бұзатын, сондықтан болмасын көп уайымыңыз. Сен бірақ бойдақ қызбен қылжақтама, жиылсын осы жерден айылыңыз. Қорқам деп отқаныңда жоқ күйеуден, жаныңды шығарып жібермесін зайыбыңыз. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Ағайын, не ексең сол емес пе оратының, бап болмай бақшыдайсың сол атұғын. Батыстан келіп тұрып бүгей жақтан белгілі тарихыма соғатыным. Хандардың ізі қалған хан ордасы талайға қоныс болған қонатұғын. Соғыстың бомбысына шыдаған жер жеңіспен артқа тастап, он ақырын. Полигонның зардабын кешкен жеріміз доғармай төбемізден оғатуын. Құмнарын құндағынан құнды дөрек қопарсаң шығардай әр оба түбін. Дәулескер күйшілерді түлеткен жер бет күстап батырлар мен өр ақынын. Исатай Махамбеттер дәлелдеді қашанда елге қорған болатынын. Сіңірген жеріміз тұңғыш етнограф Мұхаммед Салықтардың зор ақылын. Осындай тектілердің топырағы шежірең терең дәлі шолатұғын. 20 жасқа келген Астанаға сәлемін ала келдім сол ауданның 220 жасқа толатұғын. Игагай, игау, игагай, игагай, гоу, игагай. Қалайсың ерке бұланым, қанаты қатты қыраным, қасқайып келдің қасыма, қалқайып екі құлағың. Бәрін қырам деп шығыпсың, гитлерский екен планың. Шырылдап отқан шыбыным, тимедігімге шыбығың. Алдыңнан келсе тістейсің, артыңнан келсе тебесің, әйтеуір ұзын құрығың. Жұпталып шыққан ақынды жұлқылайсың да жүресің, жұлып түскенше жұлынын. Шошала тиген сиырдай шошытып жүрсің, барлығын шошайып алып мұрының. Зор боламын деп зорықпа, сөзімді қате қорытпа. Айқасамын деп мен келдім ат ойлап шығып жорыққа.
айып шықса қарсылас каскасын қайырып жіберу бізге не сол сөз болып па? Қатты соққымнан құласаң, бетіңізге су шашып тірілтіп алам торық па? Жығылғанның үстінен жыбырлап өтер у шашып жылан емеспін қорық па? Қалайсың ай қай назарып, қайтесің бүгін сазарып, қалжыңдасатын достарымыз қалғанша тілі қажалып, қайта жолықтық екеуміз, қайталанбайтын сәттерден қайтайық бүгін тазарып. Антыңа әркез беріксің, айтыстан бәйгі теріпсің. Үшінші орынды менсінбей, екінші орынды жерсінбей, бәйбішесіндей байлардың бірінші орынға жеріксің. Айтпақшы Атырау жерінде Рүстемді аямай керіпсің. Шапаны келген дәлақтап Шалқарбайды да жеңіпсің. Құтты болсын сен кеше Атырау мұнайдың елін шулатып миллион ұтып келіпсің. Ақынсың ұққан киені, өлеңін айтқан жүйелі, салмағы түсіп жыл сайын салдырлап қалған сүйегі, шүңірейіп көздері көрінген қызыл иегі, ал сөйлеңіз ендеше май гүлдейтін құрбымның май бітпеген күйеуі. Жансая бір тұймашы бойдақпын деп, әлі саусақ тимеген оймақпын деп, зайыбыңыз жаныңды шығарар деп, әйте әдейі отырсың ау қайрап тіл деп. Әйтпесе ол құрбыңды білесің ғой, сен үшін жасаушы еді ау әйбат құрмет. Не дегенмен көкшенің қыз емес пе, сал серінің дәстүрін ойлап білмек. Осы айтысқа әдейі баптап қосты, құрбыммен шаршы топқа сайрап кір деп. Еңку жер шалып шаршадың ғой, атыңды бір екі күн жайдақ міндеп. Мені қойшыйды отырған адаммын ғой, жансаяшты жасантып тойғап кір деп. Осылай мен әдейі жіберіп тұр, жан құрбымның көңілін жайлап білдеп. Күнде көріп жүрсің ғой Көкшетауды, оралың кеп тұрғанда ойнап күлдеп Біреуге әлпештеген баладаймын, біреуге бұлтты жарған қарағаймын. Сүйем деп бойдақ қызға айтпа дейсің, тал бойымнан таппаңыз қарадаймын. Жансаяш сені сүймей кімді сүйем, тойында кездескесін Данабайдың. Адамзаттың бәрін сүй демеп еді, мен хакімнің әр сөзін бағалаймын. Сен данадан туғансың айналайын, адамзаттың несіне алалаймын. Атамның өсиетін орындарда, қызсың ба қырқынсың ба қарамаймын Осылай өлеңімді өріп шықтым, айналасын тептегіш жонып шықтым. Қарсыласың жансая дегеннен соң, дөңбекшіп түніменен өліп шықтым. Әйтеуір әйеліміз оятқанша, үлгеріп дұшпанымды жеңіп шықтым. Сол түсті сенде көрген секілдісің, кайфың бұзылат деп жорып шықтың. Құлақты айтып шошайған мұрынды айтып, төбемнен төмен өлең төгіп шықтың. Жоғыз деген адамдай жанталасып, шошайғанның барлығын шолып шықтың. Шошайған нәрселерден шошитындай, соншама түсіңде не көріп шықтың Жүрсеңде жансая жан қайсызбенен, әңгімем жарасушы ед сізбенен. Бірақ өзің ойлашы қалай бұлай біреудің күйеуіне майсыз деген.
салмағым салған түсіп көрген жоқ ед, жаныңа да батпасын жайсыз денем. Ей, қылдырықтай болсақ та қылыштаймыз, жан емеспіз ақылсыз ойсыз керең. Жұрттың бәрін сиырдай шошыттың деп, таналар бізге көзін жай сүзбеген. Майымыз болмаса да жарымызға сөз естіртіп көргем жоқ байсыз деген. Бір сөзге бір сөз шығар себеп керет, құрдасың енді сені демеп көрет. Ей, майдың бәрін құрбыңа құйып бердік, жүргесін бесігіне бөбек бөлеп. Арық тұрық болсақ та айналайын, біздерді ойлап қалма жел өкпедеп. Карантинде үй салдық, қарап жатпай отбасымыз кеңісе керек пе деп. Кірпішті де қаладық қатар-қатар, шегені де қақтық қой шелек-шелек. Бұйымтайың бар болса қысылмаңыз, бес аспабым сай боп тұр бөлек-бөлек. Ауылға күнде келе бермейсің ғой, айт отыр бізден қандай көмек керек ай. Жұбым деп сені бүгін таңдап көндім, сен бірақ сақынада салмақ болдың. Түсіңде не көрдің деп шошитындай, сырымды менің біліп алмақ болдың. Ол рас, сен көргенді мен де көріп, ұйқымның аз уақытын арнап бөлдім. Керемет қан майданда жүр екенмін, келеді енді соны жалғап көргім. Дұшпанды жеңіп шығып үлгірдім деп, келеме жан саяны алдап көргім. Шошайған түк көрмедім шошитындай, барымша жан жағымды барлап көрдім. Алғашқы шайқастана оғы бітіп, тек қана өліп жатқан солдат көрдім. Игагай, игай, игагай, игагай, игай, игагай. Қазақта абайдана, абайдара, абайды айтып жатсың арайлана. Адамзаттың бәрін сүй дегенменен сен кейбір адамдарға маңайлама. Қазақты күллі әлемге күлкі қылған Боратты сүйәләсің қалай ғана. Пейілің педофилге қалай тартат, қолынан зәбір көрген талай бала. Жек көрмей сүйесің бе жемқорларды, соларға толып кетті бар айнала. Жақсы көру мүмкін бе жағымпазды жалбақтап кіріп алған сарайға да. Отанын сатып кеткен опасызды сүйуге ылайықты деп ойлама. Бүгінгі бес дұшпаның осылар ғой, асықпай санап шықтым мен ойлана. Адамның бәрін сүйіп тасып тол деп, еркөшім тамырымды басып көрмеді. Бір сөзін жаттап алмай айтар едім, бабаңның барлық сөзін ашып көр деп. Абайдың өзі айтып кеткен жоқ па, қазағым бес нәрседен қашық бол деп. Намысың жіберсегер үгіттей бер, жаңағы адамдарға ғашық бол деп. Игагай, игай, игагай, игагай, игагай. Еркөш, көңілден су ішетін көңіл шегім, артқандай иығыңа өмір сенім. Ол рас, карантинде жаз айында шабытың ашылыпты керім сенің. Қосшыдан үй салам деп ұйқысырап, ұйқыдан ояныпсың еріншегім. Үй салған қиқаяңды естігенде түйіліп қала жаздат менің шегім. Фундамент құямын деп семент тасып майса жаздапты ғой шеміршегің. Жарамай тас қалауға онан кейін қисайып қалған екен белің сенің. Қалбақтап онсыз дәрең жүргеніңде құлапты аяғыңа темір сенің. Енді тек жабылмаған төбең қапты, оғанда пайдаң жоғау менің шедім. Құлап өлмей тұрғанда қоя салшы, жоқ екен еш нәрсеге ебің сенің. Батырын білеміз ғой сіздің үйдің, шатырын өзі жапсын келіншегің. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Ей жансая әдепті қыз сендей болар,
жақсыға жанап жүрген мендей болар. Түсіңде өліп жатқан солдат көрсең, өңіңде 100 жасайды өлмейді олар. Ей, оғы бітсе жақсыға жорып тұрмын, патроны толып тұрған ердей болар. Абайдың 5 дұшпанын сен келтірсең, жауабы менді соған теңдей болар. Педофил жемқорларды сүйесің бе деп, біздерге жеткізбексің нендей хабар. Адамды қасиеттен жұрдай болса, абай сүйген тізімге енбейді олар. Айдың жүзі секілді абат құрбым, тіліңнен біраз маған оқ аттырдың. Ай, қыздың бәрі әдемі көрінген, мен неше түрі боладау характердің. Үй салған шаруанды сен айтқанша, өзімде зорға шыдап тағат қылдым. Ей, 5 дұшпан дегеніңді жаратпаймын, мен тек 5 асыл істі қанат қылдым. Көктемде 2 ай қатты карантин боп, отбасымды тас үйге қамап кірдім. Ата-бабам қалдырған кең далаға тар үйдің тесігінен қарап тұрдым. Осыдан тірі қалсам үй салам деп, 60 күнді аузыммен санап білдім. Әй, шекарадан өзбектер өтпей қалып, күтумен кеш батырып таң аттырдым. Ақыры болмаған соң абай шалап, 2 жеңді түрдім де талап қылдым. Сөйтсем біздің қолдан да келеді екен, өз ісіме өзіммен жарап тұрмын. Осымен бір асыл іс болған жоқ па, арғарай отырыңыз санап құрбым. Онан кейін артынан еңбек қылдым, оның да қызығына дендеп кірдім. Елдің бәрі 2 ойлы боп жүргенде, 6 айдай құрылысты ермек қылдым. Шаңырағын көтеріп бақан тіреп, ағашты да оюлап өрнек қылдым. Ей, Атыраудан ап келген миллион менен шатырын шырттай қылып мен кеп тұрмын. Одан кейін ойланып терең оймен, оны да сезіндім-ау өне боймен. Ей, ойлап бір бөлме қосып қойдым, жансая кеп қалама деген оймен. Үлгетпес абайсынды хакімді кім, айтуға бар шығарау хақым бүгін. Шатырды әйеліме жаптырғам жоқ, өйткені әлсіздерге рахымдымын. Сенсе де сенбесе де ей жамағатым, осылай тұрды отбасы қағанатым. Құдайдың шүбой бергеніне шүкір деймін, бұл менің бойымдағы қанағатым. 5 асыл іс дегенің осы емес пе, өткенге болсын енді салауатым. Жеке басын айтты деп сөкпеңіздер, айтыста шықпап еді-ау жаманатым. Үй салуды сылтау қып 6 ай бойы, абайдың орындадым аманатын. Кінәлама біздей бір табан дерді, Құдайым қызыл тілді маған берді. Ей, карантиннің қайыры болған шығар, бір әзіске өзімнің шамам келді. Қазағым, өз шаруаңды өзің жасап, оятшы рухың менен санаң денді. Ауызбен айта бермей абай сөзін, қолы менен істейтін заман келді абай. Білеміз аш ақиқат тұз екенін, тисе тәтті жандарың тыз етерін. Ей, ағалар кішкене ойлаңдаршы, өлсең орның қара жерсіз екенін. Баспасына би болған өңкей қиқым, сендерді енді қайтып түзетемін. Онсыз да мұз қалаған, мұз салғанша керсінше, кемшілігін түзет оның. Мұз салғанша
халыққа үй сап берсін. Еңіреп жасқа толтырған жүз етегін, тым болмаса газ тартып берсеңіздер, ілтипатпен жасар ет ізетелім. Сендер дәлелдемей ақ білеміз біз, байлық деген нәрсенің мұз екенін. Алқаңа түскен кезде ортаңдағы, артқан жүкті айтайын арқамдағы. Мінекей 30 жылға таяп қалдау, азат болып қойғалы қолтаңбаны. Содан бері қаншама қазағымның көзінен жас, көңлінен шер тамбады. Мұз қаланы мына жұрт не қылады, дом түгілі болмаса жер тамдары. Біреудің есігінде күн көрген соң, еркіндіктің күйінде шер талмады. Қожайын көп баламен кіргізбейді деп артына ұрпағында ерт алмады. Азаттықтың символы демеушімек, көк байрақпен айбарлы ел таңбаны. Ей, қазақта қабырғалы үй болмаса, қасқайтып қайзелесең ол таңбаны. Әрине мен басшыға бағынамын, демеймін бірақ мүлде жағынамын. Өзімде қанша жылдай пәтер жалдап әркімнің есігінде аңырадым. Біреудің мал тұрмаған қорасында жетім қозы секілді маңырадым. Ей, кіріптар боп көрген күн құрып кетсін, көнбейді қожайынның заңына кім. Кеш батса домбырада тарталмайсың, атаңның да айталмай қоңыр әнін. Ей, азаттықтың символы демеушімек, шәмшінің жазып берген әнұранын. Әнұранды айқайлап қайда айтарсың, біреудікі боп тұрса шаңырағы. Арқаға көшіргенде астананы, талайлар темір қағып тас қалады. Ей, тастанда теңге жасап жүргендер бар, клиент қып кемтар ана аш баланы. Еркін елдің ұрпағы еркін өссін, ешкімге жәутең демей қасқа бағы. Тым болмаса бағасын түсіріңдер, тегін бер деп жатқам жоқ баспананы. Тәуелсіздік дегеннің әліппесі, тәуелсіз үй болудан басталады. Шықсада қанша жерден ей шеміршегім, еңбекке мен емеспін еріншегің. Ай жансая осы менен қайырарсың, қанып қалған секілді сенің шөлің. Айтпақшы осы айтысқа келер кезде, саған сәлем айтып ет келіншегім. Қонақ қой үйге келіп қонсын деді, үйдегі қатар өскен теңің сенің. Ұнаса күнде қонсын деді, қой аузынан шөп алмас көңілшегім. Сен тауып айтқаннан соң табанда жыр, мен емес сен қызықсың оған қазір. Саған айтар құпия сөзі барау, бір түрлі боп көңілі алаңда жүр. Жансая шыныменен келеме деп, ас үйде асып сасып анамда жүр. Үйіме кеп қонақ бол аунап қунап, оған менің жетеді шамам қазір. Азын аулақ материал артылып ет, үй салу түгемес қоймаған қазір. Құрбыңның сөзі саған ұнап жатса, тоқалтам сап беремін саған да бір ай. Сап берем деп саған жайлы, ағайын мынау неге жалаңдайды? Көпіріп бүскен менен ел алдында өтірік іштеңе де салалмайды. Баяғы мен білетін ер көш болса, сол тамның бір тасы да қаланбайды. Мен сенің бір бөлмеңе қызықпаймын, ол жағы сағандайғы мағандайғы. Тоқалтам деп тоқалғып алмақсың ғой, шырағым армандама табындайды. Тыңда деп әйелім
өзінше арам ойын адалдайды. Әй, мен оның әңгімесін жаттап алғам. Жұбайың сөйлесе, ол қоя алмайды. Күн сайын кешке звондай, телефонмен қаланың тіршілігін хабарлайды. Күнелтіс тым қиын деп біздің жақта мың жерден ой толғанып алаңдайды. Көрші боп мен көшіп келмесін деп күн сайын Астананы жамандайды. Игагай, 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 игагай. Алжырлайын бауырларым қандасым, шын болаттың әуеніне салғасын. Ақ жайықтың атарытып кеп тұрып, айтылмаған ақиқатым қалмасын. Алдын алар ковид дейтін қауіптің, триллионды ести жалықтым. Мас болатын мансабына бастық көп, маскалатын ақшасы жоқ халықтың. Вирусты айтып ел жүргенде шуласып, мақтаралды кетті жазда су басып. Мемлекет соған бөлген қаржыны пысықайлар жасапты ғой қу кәсіп. Дүнген ұйғыр салды біраз сынаққа, жылдар бойы жүрміз оған шыдапта. Төрімізге шығарсақ та ешкімді төбемізге шығармайық бірақта. Ей, Ақорда жетеді ғой сауатың, аймақтарға көңілің бар ма ауатын. Дұрыс басшы жіберіңдер халықтың, қамын ойлап күндіз түні шабатын. Бір шелек су қанша теңге тұрады деп біздің жақта қуып жүр бір замәкім. Ол замәкім алпыс байып аман жол, бір түрлілеу көрінеді адам қол. Өсу үшін жанталасып шапқанда басып кеткен шығар бәлкім жаман жол. Тектілерін біздің халық сыйлайды, бір ой мені мазалайды, қинайды. Парламентке пенсионерлер қаптаған, Иманғали көкем неге сыймайды? Шенеунік мәз болып жүр балаша, парк салып береміз деп жаңаша. Ұлтымыздың үні болған қадірлі, домбыраны жасап қойып алаша. Айналайын ақ құрдасым ер көшім, айтысымның сүйреп жүрсің сен көшін. Айтқаныңыз жер бетіне таралып, атағыңыз жарып жатсын жер төсін. Көрмегейсің сен ешқашан қайғымың, мерекедей өтсін әрбір жай күнің. Аман болсын отбасыңның ұйтқысы, 5 балаға әке қылған май гүлің. Жақын тартып жүргесін бе басқадан, сен ойлаймын еске түссе астанам. Алталаштың уайымына айналған, аяқталсын салып жатқан баспанаң. Ал тоқтайық қойып сөздің нүктесін, айтыс болса келеміз ел күткесін. Сахнадағы уақытымыз бітсе де, өмірдегі достығымыз бітпесін. Жансая шын болатты қалай салат, шындық айтса аспанға қарай шабат. Үй сап берем десе де менсінбейді, енді оған кіргіземін қалай сабап. Ол енді өздеріңнің шаруаларың, құрбыңмен сөйлесерсің талай сағат. Ауылға қайтам десең айналайын, мен дән салып берейін абай шалабай. Алыстан сен кеп, жақыннан мен кеп, жасасақ шіркен бір айтыс. Жүргенде шөлдіп, жан саям терліп, рахат болдау бұл айтыс. Ұйықтаған жүректі оятқан, көрейік 8 аяқтан. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, жайықта жүрген досымыз, батыстың қызы, мәншүктің ізі, Мусина деген осы қыз. 60-та 90 бұраң бел билеймін десең өзің көр. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, қайдасың бойдақ жігіттер, білгенге маржан, білмеске арзан, жәкеңе отау құрып бер.
бойда қайрат ойда көз болмаса бірақ айтпа сөз. Айтыстың ебін, тартыстың кебін, ойлаумен жалғыз ел кезбе. Адал бол жар тап, адам бол мал тап, қуансаң қуан сол кезде. Азығы болған талайдың, бұл да бір сөз Абайды. Жүйріктен екеу, жүриден жетеу, жалғыздық көрер жайың жоқ. Асығып күттау, бір шаруа бітті, жүкеңде енді уайым жоқ. Өтсетер алтын домбыра, биылша бітті, болды май. Жайықтың жансаясы, Астананың ерке бұланы.